Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, құрметті бауырлар. Мамдал қырағат, бірінші том, үшінші сабақ. Ад-дарсу ат-талису. Михфазатун, сүмке, мибратун, ұштағыш, шуббакун, терезе, миқламатун, қалам салғыш, пенал, саатун, сағат, мисбахун, шырақ, шам, кибритун, сіріңке, худжратун, бөлме, иқра, оқы, ифхам, түсін, удхул, кір, уқуд, отыр, әлі, үстінде, бір нәрсенің үстінде, мән, кім, тобаширу, бор. Енді сөйлемдерді оқып барамыз. Айнал мибрату, ұштағыш қайда? Худил миқламата, қалам салғышты ал. Худил кибрита, сіріңкені ал. Хатил михфазата, сүмкені әкел. Ма хаза бұл не? Шуббакун, терезе. Айнал мисбаху, шырақ қайда? Хатил мибрата, ұштағышты әкел. Иқра ид-дарса, сабақты оқы. Ман хаза бұл кім? Муаллимун, мұғалім. Удхулил худжрата, бөлмеге кір. Ифхамид дарса, сабақты оқы. Сабақты түсін. Иқра оқы, ифхам түсін. Уқуд алал курсии, орындыққа отыр. Айна тобаширу, борғайда. Ала мактабил муаллими, мұғалімнің столының үстінде. Мән яқраул китаба фил фасли, сыныпта кім кітап оқып жатыр? Абдуллахи, Абдулла. Мән фил фасли, сыныпта кім бар? Кім? Мән яхфазу дарса, сабақты кім жаттап жатыр? Иқра хуна, осында оқы. Айнал қаламу, қалам қайда? Хати, әкел. Ал муаллиму яқуду алал курсии, мұғалім орындықта отыр. Айна саату, сағат қайда? Каримун яфхамуд дарса, Карим сабақты түсініп жатыр. Айнал қаламу, қалам қайда? Фил миқламати, қалам салғышта, пеналда. Мына қазақша сөйлемдерді арабшаға аударып, комментарийге жазыңыздар. Кейін тексеріп, бір адамдікін дұрыстаймын. Осымен үшінші дәріс аяқталды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.